Жаңа жылдық дастарханға ерекше салат жасаймыз. Бірге жасап көрейік. Алдымен суға піскен етті немесе тауық етін пісіріп аламыз. Кубиктап турап ыдысымызға жайғастырамыз. Бетіне тұзын, майонезін жағамыз. Одан соң суға піскен картопты да өткіштен өткізіп, тұзын, майонезін жағып шығамыз. Әрі қарай суға піскен морковымызды да өткіштен өткізіп, осының бетіне орналастырамыз. Тұзын себеміз, майонез жағамыз. Әрбір слойға қабат-қабат сайын тұзын жағып отырамыз майонезбен бірге. Суға піскен жұмыртқамызды да өткіштен өткіземіз. Тұзын сеуіп, майонезін жағып шығамыз. Одан соң қызылшаға бір тісше чеснокты салып, араластырып, жақсылап, оны да осылай бетіне орналастырып, бетіне майонезін жағып шығамыз. Әрі қарай кез келген сырды алып, оны да өткіштен өткізіп, бетіне майонезін жағып аламыз. Мінекей, грек жаңғағын алып, осылай ұсақтап, майдалап турап аламыз. Дөңгелетіп жайсаңыздар болады. Осылай мен енді үйде осындай ыдыс бар екен, осыған салдым. Дөңгелек болса болды бастысы. Осылай дөңгелетіп алғаннан кейін суға піскен жаңа картоптардан осылай дөңгелек кесіп, сағат секілді қып безендіруіміз қажет. Осының бетіне майонезбен жағамыз сандарды. Осымен салатымыз дайын. Дәмі өте ерекше, тойымды салат дайын, ас болсын.